Бауырды немен және қалай тазалау керектігін қайдан білеміз? Оны тазалау бізге не үшін керек? Үй жағдайында қалай тазалаймыз? Видеоны соңына дейін қараңыз. Бауырды қалай үй жағдайында халық емін қолданып тазарту жайлы айтамыз. Бауыр адам ағзасын тазалайтын машина секілді. Ол ағзадан қажетсіз химиялық заттарды шығарып, қан плазмасындағы ақуыздарды синтездейді. Ас қорыту кезінде мүшелерді қажетті энергиямен, яғни глюкозамен қамтамасыз етеді. Осындай бір қалыпты жұмыс кезінде бауырдың жасушаларында токсиндер мен шлактар қалады. Бұлар мүшенің бір қалыпты жұмысын бұзуы мүмкін. Осындай кезде бауырды тазалау керек. Бауыр тазалау керектігін қалай білеміз? Бауырдың солып қараюы оның жұмысының бұзылғанын көрсетеді. Бауыр капсула қабыршағымен қоршалған. Ол бауырдың үлкейіп кішірею кезінде өз формасын өзгертеді. Осы кезде бауыр ауырады. Физикалық қозғалыс жеткіліксіз болған жағдайда калориялы тағамдар көп жесеңіз, бауыр майлар мен көмірсуларды өңдеуге үлгермеуі мүмкін. Күн сайын шаршау, терінің және көздің сарғаюы, зәр мен нәжістің түсінің өзгеруі, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, осының барлығы бауыр жұмысының нашарлағанын білдіреді. Есте сақтау қабілетінің жоғалуы, оң жақ бүйіріңіздің ауыруы, аяқтың ісінуі және терінің қышуы. Видеоны ары қарай жалғастыру үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Әр видео шыққан сайын кіріп қарап тұрыңыз. Бауырды қалыпқа келтіру үшін оны уақытында тазалап отыру керек. Бірақ оны тазаламас бұрын толық тексеруден өтіңіз. Егерде өтте тас болса, бауырды тазалауға болмайды. Бауырды тазалау жай ғана оны тазартып қоймай, сонымен қатар диетаны да сақтауды талап етеді. Бауырға жақпайтын тағамдардан аулақ болу, суды көп қолдану, күн сайын 1,5 литр су ішіңіз. Түнгі ұйқының қанық болуы, түнгі уақытта бауыр ағзаға қажетті дәрумендерді бөліп, қанды тазартады. Адам физикалық тұрғыдан күн сайын максималды түрде қозғалыста болу керек. Таңертең жүгіру, жаттығу жасау қан қозғалысын тездетіп, оны тазартуды жеңілдетеді. Қайғы-мұңға салынбаңыз. Жүйке жүйесіндегі бауыр талшықтары ашуланғанда немесе мұңайғанда әлсірейді. Алкогольдік заттарды пайдаланудан бас тартыңыз. Темекі шегу арқылы бауырға токсиндік заттар тікелей барады. Олар оны зақымдайды. Бауырды үй жағдайында және халық емімен тазалайтын әдістер өте көп. Солардың ішінде таңдаулылары: зәйтүн майы арқылы 3 апта бойы таңертең аш қарынға 30 мг зәйтүн майын салқындатып ішіңіз. Сұлы арқылы сұлының 1 килограммын алып, эмаль ыдысқа салып, үстіне 3 литр су құйыңыз. Пеште 150 градус температурада 2 сағат қойыңыз. Пештен шығарып суытыңыз. Сорпадан сұйықтығын бөліп алып, күніне таңертең және кешке 2 немесе 3 кесе ішіңіз. Дәмін өзгерту үшін сапалы бал қосуға болады. Куркумадан шай қайнату. Ол үшін куркуманы ұнтақтап, бір ас қасығын 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай жай қайнатыңыз. Лимон сығындысы мен қарабұрыш қосамыз. Шай дайын. Қызылша шырыны. Қызылша бауырдың досы секілді. Ол қан айналымын жақсартып, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауыр жұмысы жақсарады. Артық шлактардан тазартады. Қызылша шырынын сәбіз, қарбыз, зімбір шырындарымен араластырып ішсеңіз, денедегі барлық ауруға ем. Бұл сусынды 1 ай бойы күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Бауырыңызға алма, банан, авокадо және гүлді қырыққабат шырыны өз пайдасын тигізеді. Бұл әдістерді қолданар алдында дәрігермен мұқият кеңесу керек. Сіздің денсаулығыңыз сізге берілген аманат. Бауырды қорғап, әрдайым тазартып жүріңіз. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.